редакциясы бар. Кім Айдос осыны міндетті түрде ескеру керек, ағаларымыздың пікірі. Содан кейін өз редакциясы. Сосын тақырып жөнінде ұлттық саясат тұжырымдамасы деп мен өзгерттім өз редакциямда. Анау жалпы бір нәрсенің аты тез жатталатын болу керек. Бәрібір халық тек қана бір-екі нәрсені ғана айтады. Шұбатылған ат болса, ол өзі қиындау болады. Сондықтан қысқа болу керек ол. Ұлттық саясат тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасында ол чапқы болып кете беру керек. Сосын сколкының ішінде мен пәленбай жіншілдерге арналған деп қоя салдым. Пәленбай жіншілдерге. Тақырып жалпы қысқа болу керек. Содан кейін бұл жаңалардың жетіп пікірлердің бәрі жерді редакция дейміз ғой, редакцияның бәрі қарап көру керек. Ішіндегі пайдалы нәрсені алу керек. Ол неге? Өйткені оның артында тұлғалар тұр. Егер де ескертілмейтін болса, ол тұлғаларға біз екінші рет барып, не пікір айту, не ақыл айту, немесе қарсы жиналысқа дегенде сол қиын болып кетуі мүмкін. Сондықтан оны пайдалы нәрселерін ескерейік ағайындар. Сонда жалпы халықтық, жалпы интеллигенциялы қауымның берген сөздің болмасы болады. Кесіп, мен кесім сұрайын, ұқсатыра отырып.